Қайырлы күн, құрметті достар, менің есімім Салтанат Мінайхан, Q4 Business School кәсіпкерлік мектебінің негізін салушылардың бірі және Жойқын атты шешендік мектебінің директорымын. Дәл қазір сіздермен бойыңыздағы энергияңызды сақтауды және оны үздіксіз өсіре берудің 4 блогымен таныстырамын. Оның біріншісі денсаулық, яғни қозғалыс болып табылады. Түптеп айтқан кезде спорт. Егерде сіз арман мақсатыңызға жеткіңіз келсе, бойыңыздағы энергияңыздың үздіксіз өсе бергенін қаласаңыз, үнемі қозғалыста болуыңыз керек. Егер адамның организмі қозғалыста болмаса, сіздің энергияңыз қаласаңыз да, қаламасаңыз да азайып отыратын болады. Бірінші фишка спортпен айналысу. Спортпен айналыспайтын болсаңыз, күнделікті жаяу жүру, жұмыс жасау, қозғалыста болу. Бұл да сіздің энергияңызды тоқтатпай өсірудің немесе бір қалыпты сақтап тұрудың жолы. Егер өсе бергенін қалайтын болсаңыз, күнде таңертең жүгіріңіз, спорт орталықтарына барыңыз, немесе өзіңіздің бір хоббиіңіз ретінде бір спортты жаныңызға серік етіңіз. Екіншісі, адамның энергиясын арттыра беретін ең қуатты күш бұл адамның арман мақсаты. Егер де сізді күнде таңертең ерте тұрғызатын, сізді жалқаулығыңыздан арылтуға әсерін тигізетін, сізді алға сүйреп отыратын бір мақсатыңыз, көздеген, діттеген межеңіз болмаса, сіздің спортпен айналысқанда жиған энергияңыз алысқа бармайды. Сондықтан сіздің өмірде нақты мен жетемін, мен орындаймын деген үлкен арман мақсатыңыз болу керек. Күнделікті сол арман мақсатыңыз қарай бір қадам жүріп отыру арқылы энергияңыз көбейеді, майда-майда жетістіктерге жету арқылы энергияңыз көбейеді, және де арман мақсатыңыз бұл сізді өмір сүрдіруге, сіздің қозғалыста болуыңызға итермелейтін бір өте үлкен күш. Бұл екінші күш болады. Үшіншісі бұл сіздің ортаңыз. Егер де сіздің энергияңыз сақталсын, энергияңыз өсе берсін десеңіз, үшінші кезекте сіз керемет ортаға түсуге талпыныңыз. Яғни, үлкен жетістікке жеткіңіз келетін болса, үлкен кәсіпте жүрген, үлкен жетістікке жетіп жүрген адамдардың ортасына түсуге тырысыңыз. Бұл бір. Екіншіден, жалпы өмірде энергияңыз көп болу үшін позитивті, көңіл күйі жоғары, жақсы нәрселер сөйлейтін, сондай бір керемет аурасы бар ортаға түсуге талпыныңыз. Сондай ортада көбірек жүруге тырысыңыз. Өзіңіздің айналаңыздағы адамдарға да сондай көңіл күй сыйлауға тырысыңыз. Бұл да сіздің энергияңызды өсіретін генераторлардың бірі. Енді төртінші блок, адам энергиясын арттыратын ең басты энергия бұл отбасы. Егер де сіз өзіңіздің отбасыңыз бар болса, сүйікті жарыңыз, бала шағаңыз, сүйкімді қызыңыз, сүйікті ұлыңыз бар болатын болса, күнде жұмыстан шаршап энергияңыз азайып келген кезде, сіз миыңызға бұндай сигнал беріп үйреніңіз. Яғни мен қазір үйге барам, бала шағам жылап алдымнан шығады, олармен ойнауым керек, олар менің мазамды алады деген ойдан аулақ болыңыз. Сіз керісінше үйге келгеннен кейін өзіңіздің бала шағаңызбен қаншалықты шаршап тұрсаңыз да солармен ойнаңыз, солардың керемет иісін иіскеңіз, арқалаңыз, одан ары шаршауға тырысыңыз. Бұл сізді шаршатпайды. Керісінше бұл сіздің келесі күнге ерте оянуыңызға, арман мақсатыңызға жетуге себебі кез келген адамның мотивациясы отбасы болып табылады. Сондықтан бала шағаңызбен сіз қаншалықты көп уақыт өткізесіз, оларды ойнатасыз, олардың көңіл күйін көтересіз, сонда сіздің энергияңыз соншалықты көтерілетін болады. Ал физикалық тұрғыдан сіз шаршауыңыз мүмкін, ал ішкі энергияңыз сол бала шағаңыздың күлкісімен, солардың тәтті сөзімен, жарыңыздың сізге деген ыстық ықыласымен сіздің энергияңыз күн санап өсетін болады, достар. Сондықтан энергияңызды толыққанды 100% энергиямен көңіл күйіңіз жақсы болып, арман мақсатыңызға жетуге, айналаңызға нұр шашып жүретін сондай адам болғыңыз келетін болса, осы 4 кеңесті міндетті түрде сақтаңыздар. Қайталап айтайын, біріншісі денсаулық, қозғалыс, түптеп келгенде спортпен айналысу, екіншісі арман мақсатың болу, соған қарай ұмтылу, үшіншісі позитивті ортада жүру және сондай ортаға өзіңде көңіл күй сыйлай біл, и төртіншісі бұл өзіңнің отбасыңмен уақыт өткізу, бала шағаңмен ойнау. Ал құрметті достар, мен осы видеоны көріп отырсаңыз, сізге толыққанды сенімдімін, сізде бұны орындайсыз, арман мақсатыңызға жете аласыз. Бұл жеке өзімнің тәжірибемнен өткен инсайттар. Құрметті достар, біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, біздің және басқа да біздің мамандардың керемет инсайттарынан құр қалып қалмаңыздар, тіркеліп төмендегі қоңыраушаны
басып қойыңыздар достар.